Осы көзілдірігіңізді сындырсаңыз, жаңасын тегін жасап береміз. Мына көзілдірікті ма? Я, осыны қазір магазинге кіреміз да, оптикаға жаңасын таңдап, сізге жарасатын көзіңізді тексеріп, қазір сразу жасап береміз бәрін, бірден. Да, давайте. Көзілдірікті өзіме ұнамай жүрген. Біз таныспаппыз ғой, есіміңіз кім? Афия. Аяулым, қуаныштымын. Келіскеніңізге рахмет. Көп. Егер де қарсы болмасаңыз, сізге петличканы тағып қойсақ. Ең алдымен дәрігердің бөлмесіне барып, көзіңіздің қанша екенін тексеру керекпіз. Көздеріңізді осы қанша уақыт тағып жатсыз? Шамамен 2,5 жылдай. Мына очким -4-те. Минусыңыз жоғарылаған. 2 жылдың ішінде қасапарат бойынша оң көзіңіз -5,75, сол көзіңіз 5,75 деп көрсетіп тұр. Сізге очкиді шешпей 24-7 кию керек. Былай қараған кезде көзіңіз былай приподнятый ғой. Біріншіден сізге оправасы тонкий, кішкене более қатты көрінбейтін көзілдірік ұсынар едім. Одан кейін осы очкидің окуляры бар ғой, көретін зонасы үлкен болғандықтан сізде линзасы кішкене қалыңырақ болуы мүмкін, және ол ауыр болады. Потому что біздегі линзаның ортасы ғана көреді да, шет жақтары қалың, ол сіздің оптикаңыз емес. Ол просто так тұрады. Сол үшін более узкий, бірақ та жеңілірек, жұқарақ вариантын таңдау керек боламыз. Примерно золотистый, серебро не тағасыз көбінесе. Серебро шығар. Немесе қара. Қара сұр, иә. Мына көзілдірік сізге жақсы болып тұр. Полуободковый деп аталады формасы. Жарты асты жағында, получается, ободок жоқ. Бұл линзаны лескамен тартып қойды. Мына жерге тимей тұрады екен щечкаға. Бетіңізде күшті андай көрінбей тұр. Тонкий сондай әдемі болса болады. Осы болады. Тоже жақсы тұрады екен. Негізінен очкалардың барлығы титановый материалда, бір жақсысы. Майса да және де жеңіл. Бұл обычный металлға қараған кезде жеңіл. Одан кейін аллергияға бір күштісі. Сізге золотистый жақсы жарасады, чем серебро. Золотистый көрейік. Мына тоже андай симпатичный болып тұр. Цветотип теплый да сізде. Сол үшін золото, ашық, жылы түстер көбірек қарасаңыз, обычный мысалы металлический очки ұстасаң, титан намного жеңіл. Сонда негізінде мұрын бізде андай ғой, шеміршектен тұрады да, формасын терет етеді. -5 кезінде линза ауыр ғой бәрібір де. Мұрынға давить еткеннен кейін көп жағдайда мұрынды ішке кіргізіп жібереді көп адамдарда. Мына жерде өте тонкий тамырлар бар, өтетін басқа. Соны қатты ауыр қысып басқан кезде қан жүрмей қалады басына. Негізінде фотохромный линза, обычный линзаға қараған кезде екеуінде чуть-чуть разница бар, кішкене қарарақ болып тұр. Осының оттенкі болады да. Достар, біз міне осы 4 форманы таңдадық. Қазір осының ішінен қаттырақ ұнағанын шеберге, мастерге изготовлениеге жіберетін боламыз. 15 минуттың ішінде қойып береді. Реакциясын күтіңіздер. Ойбай, былай түсірсеңіз, потому что біз қазір қойылатын линзаның антибликовый покрытиесі болады. Ол покрытиені сумен жууға, әртүрлі салфеткамен сүріп жатады, иә. Олай сүртуге болмайды, ол покрытиесін кетіріп тастайды. Салфеткамен сүртетіндердің қатарынан негізі. Сол сіздің мелкий царапиналар пайда болады. Бұны былай қараған кезде наглядно көрінеді міне. Покрытиесі стилец етіп кетеді. Сол сіздің диоптрияңыздың түсуіне әсер ететін болады. Өйткені сіз бұнымен қатты анық көрмейсіз, сізге қатты білінбеуі мүмкін. Былай постепенно мутнее.